Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша 8 желтоқсан мен 10 желтоқсан аралығында жедел профилактикалық іс-шара өткізілуде. Негізгі мақсаты профилактикалық іс-шараның ішкі істер органдарының беделін арттыру, тұрғындар мен учаскелік полиция инспекторларының арасындағы тығыз байланысты орнату және де құқық бұзушылықтарды алдын алу. Учаске жедел профилактикалық іс-шарасы аясында көші-қон заңнамасын бұзған тұлғалар, ішкі істер органдарында есепте тұратын және де азаматтық қару иегерлері қосымша тексерілетін болады.